дегеніміз орысша лик, адамның бет жүзі. Ұлы, орта, кіші емес, старший, средний, младший емес. Ұлы деген сөз орысша великий болады. Дұрысы ұлы жүз, великий лик. Орта жүз емес, орда жүз, ордалы ел, яғни орысшасы цитадатель. Кіші жүз емес, күшті жүз, сильный лик. Сонда бір тұтас сөз шығады. Ұлы, орда күші, бір тұтас ел. Мынау мән берген адамға өте маңызды ақпарат. Кезінде осыны әдейі бұзып бұрмалаған, разделяй и властвуй деген қағиданы сүйеніп қазақ 300-ге бөлінеді деп жазған кезіндегі отарлау саясаткерлері. Сонымен солай кетті емес пе?